Дүниеге бәйге атындай зулап өтеді. Адам баласы кейде дүниенің жылтырына алданып, өз басына пәле тілеп алатынын білмейді. Жолаушы жарқыраған сандықты көреді. Көздері жайнап кетеді. Қатты қуанады. Мұны Құдайдың берген сыйы деп қабылдайды. Жолаушы алтынды қолына алған сәтте алтын жыланға айналады. Жылан айдағарға айналады. Мен жай жатқанмын. Аузымды сен аштың. Енді менің қорегім еш сенсің. Құтқара көр, Құдайым. Солай. Жолаушының қасынан 30 адам өтті. Солай жолаушы 30 адамға көмектесіңдерші. Айдаһардан. Ренжіме, көмектесе алмаймыз. Бәрі кетіп қалды. Ал жолаушы амалсыздан қалды. Еш қайсысы көмектесе алмады. Тағы да қасынан 5 адам өтті. Еш қайсысы көмектесе алмады. Кешір. Біз де көмектесе алмаймыз. Ренжіме. Бұл сәтте де ешкім артына қарамады. Ал жолаушы дәрменсіз халде қалды. Сөйтіп, жарты адам өтіп бара жатады. Жолаушы көмек сұрайды. Жарты адам бірден келісе кетеді. Айдаһар, сөзің жалған. Сен қалайша мына кішкентай сандыққа сыйып едің? Мен сыйдым. Айдаһар қайтадан сандыққа қарай кірмек болады. Онда тағы бір рет көрсет. Сандыққа кіріп. Сен кімсің? Періште ме едің? Мен де сенің бір кездері біреуге берген жартынаныңмын. Жарты адам жолаушыға қарап. Оразаң 30 күнге 30 кісің. 5 кісі 5 намазың. Білемісің? Жоқ қылып жамандықты жойылтуға. Бұлармен дәнемеге келмес күшің. Қысылды. Мен болмасам шыбын жаның. Дәрменің қалмап еді. Құрып әлің. Танып қой. Танымасаң, мен боламын. Дүниеде қылған қайыр, жарты наның. Шықпаған, сараңдықтан, бүтін қолдан. Қалмас ең болса бүтін, мұнша жолдан. Дүниеде қылған қайыр қысаныңыз, тар жер, тайғақ кешуден пана болған. Боз бала, бір көрерсің өлім бетін. Тіл алсаң, өлім бетін көрмей, күтін. Өлімнен күні бұрын күтінбесең, бұрқылдап әр тесіктен шығар түтін. Жиылса бір араға тамам түтін. Түтіннің не болатын көрдің бетін. Қайыр, ықсан, сауапты, жарты қылмай, қыла көр күні бұрын соны бүтін. Жеміссіз, құрға қайған болма терек. Басқаға бір отыннан неге керек? Ал хасанат, изхыбын алсиятым деп. Мағынасын бұл аяттың білсең керек. Жаман сөз айдаһар, жақсылық қорған. Аз болса да жасалған қайыр бір күні өміріңді сақтайды.